Бұл үй туралы ауылда әркім әртүрлі әңгіме айтатын. Үй ескі, қабырғалары жарылған, терезелері ұзақ уақыттан бері ашылмаған, ал шатыры қалың шөппен көмкерілген. Ауыл балалары сол үйдің жанынан өткенде «Жындар үйі» деп ат қойып, алыстан айналып өтетін. Үйдің тарихы туралы нақты ешкім білмейтін, бірақ онда болған оқиғалар ауыл тұрғындарының үрейін тудыратын. Бұл үйдің соңғы иесі Төлеу ақсақал болған. Оның отбасы бұл үйде бірнеше ұрпақ бойы тұрып келді. Бірақ 10 жылдан астам уақыт бұрын отбасының басына түсініксіз қайғы түскен соң, олар бұл үйден көшіп кеткен. Үй содан бері бос тұр. Бір күні ауылға жас отбасы көшіп келді. Айбек пен Анар бұл үйдің арзан бағасына қызығып, еш ойланбастан сатып алды. Ауыл тұрғындары олардың бұл әрекетін түсінбей, бұл үйдің қауіпті екенін ескертсе де, олар «Өзіміз жөндеп аламыз» деп өз істерін жалғастырды. Көшіп келген күннен бастап үйдегі атмосфера ерекше салқын, әрі ауыр болып көрінді. Анар терезелерді ашып, үйді желдетуге тырысты, бірақ іштегі жағымсыз иіс кетпей қойды. Ал Айбек әр түн сайын әлдебір бейнелер мен дыбыстарды сезетінін айтатын. Алғашында екеуі бұл сезімдерді өздерінің шаршағанынан деп түсінді. Бірінші түні-ақ Анар ерекше түс көрді. Ол ұзын бойлы әйелдің қара киімде, қолында бір нәрсе ұстап, терезе сыртынан қарап тұрғанын көрді. Әйелдің көзі оттай жанып тұрды. Бұл түс тым шынайы көрініп, Анар шошып оянды. Айбек оның жанында ұйықтап жатқанымен, бөлмедегі ауа өзгеше суық болғанын байқады. Таңертең бұл оқиғаға мән бермеуге тырысып, күнделікті шаруаларымен айналысты. Бірақ үйдің ішіндегі әртүрлі дыбыстар екеуінің көңілін алаңдатып отырды. Қабырғалар арасынан тырс-тырс еткен дыбыс, еден астынан шыққан әлсіз сыбырлар оларды мазалай бастады. Бір күні Айбек ескі үйдің қоймасынан қалың сандық тауып алды. Сандықтың үсті шаң басып, құлыппен жабылған. Айбек оны ашуға тырысты. Бірақ құлыпты бұза алмады. Анар сандықты ашпауды өтінді, бірақ Айбектің қызығушылығы оны жеңіп, ол құлыпты балғамен сындырып ашты. Сандықтың ішінен ескі суреттер мен жазбалар табылды. Суреттерде бұл үйдің бұрынғы тұрғындары бейнеленген еді. Бір суретте Төлеу ақсақалдың жанында жас әйел мен бала күліп тұр. Бірақ суретке қайта қарап, Айбек әйелдің көздері тым қара және үрейлі екенін байқап қалды. Бұл әйелдің көзі дәл Анар түсінде көрген бейнеге ұқсас болатын. Жазбалар арасында ескі күнделік табылды. Күнделікте «Мен бұл үйден кеткім келеді, бірақ ол бізді жібермейді, менің жаным осында қалады» деген сөздер жазылған еді. Анар бұл жазбаларды оққан сайын бойын қорқыныш биледі. Күнделікті оқи отырып, Айбек пен Анар бұл үйде Төлеу ақсақалдың отбасының басына қайғылы оқиға түскенін түсінді. Әйелі ауыр сырқатқа шалдығып, ақыры өзіне қол жұмсаған. Ол өз өмірін осы үйдің ішінде аяқтаған болатын. Оның өлімімен қатар жас баласы да белгісіз жағдайда жоғалып кеткен екен. Ауыл тұрғындары бұл оқиғаны ұмытуға тырысқанымен, үйдің қабырғалары барлық қайғылы құпияларды сақтап қалған сияқты еді. Бір күні Айбек түн ортасында қабырғаның арасынан шыққан дыбыстарды анық естіді. Ол қолына шам алып, дыбыс шыққан жерді тексеруге кірісті. Қабырғаның бір тұсын түрткілеп көргенде ішінен шағын қуысты тапты. Ол қуысты ашқанда ішінде ескі балалар ойыншықтары мен қанмен жазылғандай көрінген жазбаларды көрді. Бұл үйден ешкім кете алмайды деген сөздер қабырғаға ойып
жазылыпты. Осы оқиғадан кейін Анар мен Айбек бұл үйден көшуге шешім қабылдады. Бірақ әр түн сайын үй оларға кетуге мүмкіндік бермейтіндей сезім қалдырды. Есіктер өздігінен жабылып, терезелер сықырлап, қабырғалар арасынан әлде бір әйелдің жылағаны естілетін болды. Ақыры Айбек пен Анар бұл үйдің қауіпті екенін түсініп, ауыл молдасынан көмек сұрады. Молда үйге келіп Құран оқыды. Бірақ үйден шыққан ауыр атмосфера оған да әсер етті. Ол бұл үйде бір кездері ауыр қылмыс жасалғанын, ол қылмыстың рухы тыныштық таппай жүргенін айтты. Молда жас жұбайларға үйден тез арада көшіп кетуді ұсынды. Олар бұл ұсынысты қабылдап, ауылды тастап, басқа жаққа көшіп кетті. Бірақ олар кеткен соң, ауылда бұл үй туралы әңгіме қайта жанданды. Ешкім бұл үйге кіргісі келмеді. Үй қаңырап бос тұрса да, түн сайын терезеден әлде бір бейненің қарап тұрғанын көргендер аз болмады. Бұл бейне Төлеу ақсақалдың қасіретке толы әйелі, немесе үйдің қанды құпияларын ашқан адамдардың елесі болуы мүмкін деген сыбыс әлі күнге дейін ауылды қорқытып келеді.